Сәлем әлем! Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат әр баланы бағалаудың жолын көрсету. Ең қызықтысы бұл ұлттық құндылыққа негізделген. Тұлпарлар арқылы бағалайсыздар. Мәселен, Дәулет жауап берді. бір тұлпар алды. Әйгерім бір рет жауап берді, бір тұлпар алды. Ажар 2 рет жауап берді, 2 тұлпар алды. Деп бағалауға осылай 10 балға дейін жеткізуге болады. Байқасаңыздар, бірінші көк тұлпар, одан кейін қызыл түсті, қоңыр түсті, ала деген сияқты тұр. Неге? Себебі өзі жалпы сабаққа 4 тапсырманы сыйғызуға болады, иә? Бірінші жеңіл тапсырма, одан кейін сәл қиындау тапсырма, одан да қиын тапсырма және ең күрделі тапсырма. Осы күрделі тапсырманы орындалса 4 ұпай жинайды. Одан жеңілдеу тапсырмаға 3 ұпай, одан жеңілдеуге 2 ұпай, және ең оңайына 1 ұпай деген сияқты. Бұл бір жағы саралауға да жатады. Бір жағы жеңілден қиынға қарай ойысу болып табылады. Спиральді әдіс деп те айтуға болады. Ең бастысы әр бала назарда. Мысалы, осы бір парақтың ішіне маған жетеу сыйды, келесі бетте басқа оқушылар. Яғни сіздер бұны келесі бет өңдей аласыздар, жөндей аласыздар, әркім өз оқушысының атын жазып алады. Және де көптеген әріптестер сұрайды, қалай өңдеймін мен, не істеймін, сіздікіндей ашылмады ғой деген сауалдар өте қарапайым болса да, өкінішке қарай осындай сауалдар менің WhatsApp-ыма түсіп жатады. Енді оны қалай істейміз? Сіздерге барған бетте мына жерде разрешить редактирование деген тұрады. Бұны мен өзім жасағандықтан ондай менде жоқ. Әрі қарай не істейміз? Разрешить редактированияны басқаннан кейін тура осындай парақшалар ашылады. Болды. Сосын мына жердегі Дәулетті, Ажарды, Әйгерімді өзгерте бересіздер. Мысалы, мына жерге Марат. Ешқандай қиындығы жоқ. Мәселен, мынау жерде жетеу, мұнда жетеу, мұнда жетеу. Бар жоғы 21 оқушыға дайындалып жасалды. Егер де сіздердің сыныпта 28 оқушы болатын болса, мынау маустың сол жағын бір рет басып белгілеп алдыңыз, оң жағын бастыңыз, дублировать слайд дейсіз. Болды. Тура осы мына жерге барып қона қалады. Мінекей қонды. Аласыз да қайтадан өзгертесіз. Ал қажет деп таппасаңыз, сізде мысалы 22 оқушы болсын, е, мұнда 21 оқушы тізбектелді, мұнда 22. 22-ші. Онда сізге 23, 24, 25, 26, 27, 28 қажет емес. Тышқан сілтемесімен, тінтуірмен, мауспен деп жатасыздар. Белгілеп аламыз. Толық. Болды. Делитпен өшіріп тастайсыздар. Былайынан. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де ұнап жатса, жекеге хабарласуларыңызға болады. Телефон нөмірін қалдырып кеттім. Сау болыңыздар. Айтпақшы, мынадай сауалда бар. Енді оны қалай көрсетемін, видео болып қалай шығады дейсіздер. Слайд-шоу показать с текущего. Болды. Жоғары жағында тұр слайд-шоу немесе показать слайды деп тұрады.